Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда тамырлап тұрған атроскаларымды егетін боламын. Кейбіреуін стаканға, кейбіреуін горшокқа, осылай горшок дайындап алдым. Бастысы өзіне сәйкес қатты үлкен екпеу керек. Сосын алдында мына еккен калеус гүлім алдында түсін жоғалтып қалды да, жарық жеткіліксіз болғаннан. Енді кішкене күн шығып сөйтіп еді, көктемге қарсы жайнап жатыр. Бұл калеустар жазда жайнап өседі, далаға өсуге де жақсы, тез өседі. Қараңыздар, тамырлары толып кеткен, уже горшокқа ауыстыру керек. Калеустардың бір жаман жері жапырақ тастап мусор жасайды, бір жақсы жері жақсы өсе береді, тез өсе береді. Және любой жерінен, осындай жерінен кесіп суға салсаңыздар тамырлай береді, тез өседі. Алдында аглонема гүлін пересадка жасаған болатынмын стаканға, тамырымен, пока тамыры көрінген жоқ, бірақ жақсы өсіп жатыр. Мына алдында суда тамырлатып бальзамин гүлімді аман алып қабедім ғой, шіріп жатқан жерінен. Сол суда тамырлатып стаканға егіп, стаканнан осы кішкентай горшокқа ауыстырған болатынмын. После пересадка жапырақ кішкене тастады, бірақ жапырақ тастаған жерден оянып жатыр. Қазір енді күндіз шығып, күн түсетін терезеге қойып қойдым. Етпесе оның алдында фитолампада тұрып еді. Фитолампаның астынан онша күнді жақсы көреді ғой бұл бальзамин. Көктемде, күзде жайнайды. Жазда әбіршіп кетеді күн ыстықта. Аглонемаларды жақсы өсіп жатыр. Сосын аглонеманы өткенде естеріңізде болса, тамырлатып пересадка жасаған болатын. Тамыры көрініп бастап жатыр. Жақсы, Silverway деген үлкен сортына. Сосын геранды суарып жатырмын. Алдында гүлдеп еді, тегі қоймай, тағы да гүлдейін деп жатыр. Қараңыздар, бутонын қараңыздар, қалың. Бұған слабый раствор марганцовка қостым, неяқта да қалың бутон гүлдеп жатыр. Герандар негізі өте жақсы гүл ғой, гүлдеп қуанта береді. В общем, йод араласқан су 1 литрға аз ғана каплядан 3 капля құйып суардым. Сосын слабый раствор марганцовка құйдым. Одан кейін мынау малачайларым қараңыздар, тоқтамай гүлдеп жатыр. Осыларды пересадка жасауға қол тимей кетіп еді. Енді пересадка жасауым керекпін, себебі уже жапырақтарын астынан сарғайтып жатыр, бірақ гүлдеп жатыр. Қараңыздар, тоқтамай гүлдеп жатыр бәрі. Мынаны қараңыздар, осындай болып келеді маған. Мен бұны горшокқа егіп өсіріп гүлдетіп сатып жүрмін. Мына қараңыздар, гүлін цветін қараңыздар. Прям қаны қып-қызыл болып шыққан ғой. Кейде розовый болады, негізі жарық жетіспегеннен, қатты шөлдеп қалғаннан, сосын удобрение жетіспегеннен болады. Қазір мынаны кесіп жіберіп, әдемілеп пересадка горшокқа жасаймын. Уже атроскалары өсіп жатыр. Осындай аз ғана қалды, менде көп количествода болатын. Горшокқа егіп, в общем, өсіріп, гүлдетіп сатып жүрмін. Так, қазіргі уақытта, қазір малачайдан бұрын мынау атроскаларымды стаканға егіп шығайын, тамырлап тұрғандарымды. Бізге қажет топырақ, универсальный топыраққа мен агропальт араластырамын міндетті түрде, и перлит араластырамын. Вермикулит араластырсаңыздар да болады, бірақ аглонемалар, доллар гүлдер онша ұнатпайды екен, себебі олар дымқылдықты бойында ұстап қалады, тамыр шірілтеді. Оның орнына мынау доллар аглонемалар угіль қоссаңыздар болады, тамыр тез шірімейді. Керамзит, қара, өздеріңіз не бар, соны қоссаңыздар болады. Ең бастысы топырақ, жеңіл топырақ болу керек. Одан кейін стаканға міндетті түрде асты тесіледі, екі жерден тесік, и дренаж пайдаланамыз. Дренажға керамзит пайдалансаңыздар да болады, немесе мынандай қыста жылы болады десеңіздер, мынандай пенопласт болса үйде майдалап қолданған дұрыс. Бұны сразу горшокқа, стаканға емес, горшокқа егейін деп отырмын, себебі атроскам өсіп кетті. Уже тамырлар стаканға еккеннен пайда жоқ. Бұны сразу горшокқа егетін болам қазір. Қазіргі уақытта стаканға осылай, сіздер көріп отыр ма? Осылай дайын ретінде көрсетейін сіздерге, дайындау ретінде. Мұны бір қатар етіп
пенопласттан кейін бір қас саламыз топырақты, көп самаймыз. Одан кейін мына жерде тамырлап тұрған монстера гүліміз бар. Мынаның тамыры жақсы да, жаңа стрелкасы онша жоқ. Мынада тамыр сәл аздауда, бірақ мен общем видео түсірсем, видео түсірілмей қалыпты, жаңа несі лимит уақытысы бітіп басылып қапты, памяті толып. Мынау тамырлап тұрған гүлді стаканға емес, сразу горшокқа еккенімді түсірген болатынмын. Және мына молочайды мынандай резиновый галоштан ашып перевалка әдісін жасап көрсеткен болатынмын. Төспей қалыпты. В общем, топырағымен орнаттым. Келесі видеоға түсірем. Одан кейін мына аглонема гүлім горшокта тұрғаннан кейін, өспей тұрғанына біраз болғаннан кейін ашсам, тамырларым бәрі шіріп кетіпті. Сол жайлы видео түсіріп едім. Одан кейін суға салып қойғам. Қазір енді бұны слабый раствор марганцовкамен жуам. Үшін түсірген видеом бәрі дұрыс түспей қалыпты. Енді келесі дебютса түсіретін болам, бірақ бүгінгі жаңағы еккен гүлім осы болды. Мынау и аглонема гүлімнің тамыры шіріп кетті. Бәсе өспей тұрған еді. Өспей тұрған гүлдерді мен осылай стаканға егемін енді уақытша. Бұйырса тағы да видеолар түсіретін болам. Парақшамда отырып, қоңыраушаны басып қойып, лайк бассаңыздар, қуанып қаламын. Сау болыңыздар.